Мына осы көкпарға кірсе, негізі бұл халал азартта мынау. Бұған бір кірген адам қайт шықпайды. Ассалаумағалейкум. Мамир Ералы Әнуарұлы, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы тумасы. Қазіргі таңда Астана қаласы көкпар федерациясының төрағасы. Өзіңіз бүгін көкпар шабасыз? Иә, әрине шабамыз, Аллах бұйыртса. Өзіңіз жаппай көкпар, иә? Иә, осы жаппай көкпарда төрағамыз, әрі ат баптаймыз, атбегімін, әрі палуанбыз осы жерде. Бұйырған салып жатырмыз. Неше жыл болды жалпы көкпарда? Осы көкпарға кіргеніме биыл 5-ші жыл менде. Осы бізге карантин себепкер болды осы көкпарға кіруімізге. Сол карантиннен атқа мініп кеттік бәріміз, иә. Қазір енді осындай үлкен додаларда жүрсіз. Аллахқа шүкір, иә. Кірсе, негізі бұл халал азартта мынау. Бұған бір кірген адам қайт шықпайды. Неге десеңіз, жылқының аурасы өте бөлек болады ер адамға. Жылқы адамға күш қуат береді. Жылқы адамды рухты қылады, духты қылады. Самый главный еркек адам просадит болмайды. Үйде абырой мықты болады. Вот. Иә, сондықтан аттың үстінде жүрген жігіттер мықты болады. Мен өзім ең бірінші 36 жасымда осы көкпар шауып бастадым. Ең бірінші 36 жасымда. Ешқандай кеш болмайды. Қазір 40 жасым. Аллах берсін. Сондықтан жоқ, ештен кеш жақсы.